Құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, өзімді таныстыруға рұқсат етіңіздер. Жамбыл облысы Шу ауданы Шу қаласы әкімінің орынбасары Дайынбек Бәйнет Бейсенбекұлы. Қоғамдық тыңдауларға жергілікті атқарушы органдардың өкілдері мен мүдделі жұртшылық қатысуда. Қоғамдық тыңдаудың хатшысын тағайындап алсақ, хатшысы ретінде келесі кандидатура ұсынылады. Қазэкопромстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы Амзекулов Алмаз Момынханұлы. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде Амзекулов Алмаз Момынханұлы кандидатурасы болып бекітілді. Сөз Тілеубеков Әділет мырзаға беріледі. Қайырлы кеш, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Сіздер мынау қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны биыл жылдың аяғында 31 желтоқсанда рұқсат етілді. Соған байланысты біз 10 жылға тапсыру тіркеліп отырмыз Шу әкімдігінің тапсырмасы бойынша. Өйткені сіздер егер қазір рұқсат алмай қалсаңыздар, келесі жылдан бастап қоқыс шығаруға рұқсат етілмейді. Егер шығарылатын болса, онда департамент экология тарапынан үлкен штрафтар салынады. Ені жоспайды полигонда, рұқсат алынбағанша. Соған байланысты біз рұқсат алу қағаздарын, жобаларын әзірледік. Сіздердің қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны Шу қаласының солтүстік батысына қарай 1178 шақырым жерде орналасқан. Шу қаласының халық саны бізге 45145 адам деп берді. Полигонның ауданы 3 гектар болып есептеледі. Ұйымдастырылған қатты тұрмыстық қалдықтар индусінде келесі жұмыс түрлері орындалады. Қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару бойынша жұмыстарды орындау кезінде қабылдау, сақтау және одан ары оқшаулау. Ұйымдастырылған қатты тұрмыстық қалдықтар индусі экологиялық құрылымдар кешенінің қамтамасыз етілген және қатты тұрмыстық қалдықтарды сақтауға және көмуге арналған. Қатты тұрмыстық қалдықтардың ұйымдастырылған индусі атмосфераның, топырақтың, жер үсті және жер асты суларының ластануынан қорғауды қамтамасыз етеді. Кеміргіштердің, жәндіктердің және ауру қозғағыштардың таралуын болдырмайды. Ұйымдастырылған қатты тұрмыстық қалдықтар индусінде қатты тұрмыстық қалдықтарды нығыздау жұмыстары жүзеге асырылады. Бұл құрылымның бірлігіне қалдықтардың жүктемесін арттырады, жерді үнемді пайдалануға қамтамасыз етеді. Бізде қатты тұрмыстық қалдықтар полигонында барлығы 9 ауаны ластаушы көздері бар. Оның ішінде біреуі ұйымдастырылған және 8 ұйымдастырылмаған көздері орналасқан. Ластаушы заттардың шығарындылары 13 ластаушы заттардан тұрады. Нормативті шартты шығарындылар жобасына сәйкес жалпы шығарындылар жылына 165,7 тоннаны құрайды. Оның ішінде қатты заттар 163,3 тонна, газ тәріздес және сұйық заттар 2,4 тонна. Біз 10 жылға аламыз, 2026 жылдан бастап 2035 жылға дейін. Сіздерде халық санынан өсуіне байланысты 2026 жылдан бастап полигонға 21,971 тонна есептелген полигонға шығарылатын қалдықтардың саны. 2027 жылы 22,630 тоннаны құрайды, 2028 жылы 23,309 тонна, 2029 жылы 24,000 тонна, 2030 жылы 24,729 тонна, 2031 жылы 25,471 тонна, 2032 жылы 26,235 тонна, 2033 жылы 27,000 тонна, 2034 жылы 27,832 тонна, 2035 жылы 28,667 тонна. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз бар болса полигон жайлы қойсаңыздар болады. Полигонды жаңағы 10 жылға несін созып дедіңіздер ме? Экологиялық рұқсаты. Жылдың аяғында сізде бітеді рұқсат. Бұрын алып берген ғой 2015 жылы. Сол уақыты келді. Бұл енді полигон тек қана шуға арналған, шу тұрғындары. Біз шу тұрғындарына Біз бұл жерде кезінде жерде таза қаланың балансында болды, кампозда болды, ЖКХ-да болды, қазір балансы. ЖКХ балансы. Сол енді мына шатыр қолмен доғыр жасап қалай әкеліп түсірді ғой. Сондықтан тез болып кетіп отыр. Шатыр қолдан қандай нәрсе келеді ол? Экология руда шыққан жерде, каждый рудада жаңағы не болады, уран болады, радиация. Сонда сол мәселені кім қадағалайды?
жарайды, полигонымыз тұр. Ол 10 жылға созып десе толып кетіп жатыр. Шудың өзі қалдан жетеді ғой, бәрі жылға есептелген нәрсе. Ол Шатыркөл сияқты сол неден өткенде Green City'да жұмыс істеді мысалы. Оларда мына Төле биден неден әкеліп сол жақта тұрды. Ол тек қана шудың өзі тастап қойды. Ол содан Шуға есептелген ғой. Шуға есептелген ауданда емес. Аудандық өзінде Төле бидікі. Шудікі өзінде өз территориясының өзінде 3 гектар жер. Төле биде 5 гектар. Ал бұлар Шатыркөл әкеліп тастайды. Ана үлкен композдар басқа жақта үлкен мусор әкеліп тастайды мысалы. Шудың өзін ғана тастап керек. Сол кезде бізге ұзаққа жетеді ол. Осы мәселені көтеру керек. Хорошо. Сол жаңағы неге протоколға біз көрсетіп кетейік. Көрсетіңдер, конечно. Қасым Жомарт жазып береді. Жақсы, басқа сұрақтарыңыз бар ма? Ол негізі Шатыркөлге жақын бірлік ауыл емес па? Жоқ, шудікі ғой, именно шу өзі, Шатыркөл өзінің полигонын жасау керек. Өзі жауап беру керек, экология жағында санитарный защита зонасы бәрін қамту керек, қоршау керек. Өз алдына қазақмысыздар. Алатта шу алса, мәселе ол ауылға жақын алыс емес. Ол халықтардың ғой, ол компания емес. Bir нәрсе түсінсек, халықтың мусоры, біздің мусорымыз бар түсіру керек қой. Дұрыс қой, біз бұл жақта есептегенде Шатыркөлді есептеген жоқпыз. Бұл халыққа. Соны естіп айтып отырмын ғой. Осыны тоқтату керек. Төле бидінде осыны тоқтату керек. Мына не сияқты ғой, мынау Карыз не сияқты біздің мына отстойник бар ғой. Бүткіл Төле би аудан өшіруге төгіп отыр мысалы. Басқа жақта жоқ өйткені отстойник. Сол сияқты мәселе ана біздің полигонға тастап жатыр да шу. Ал шудың өзін бұл. Жалпы басқа тастайды. Жеке халқына ұсыныс беремін. Рашок шудың халқына 45 мыңға. 45 мыңға. Соны айтамын, мәселе сонда. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Басқа сұрақ болмаса, 26 жылға арналған қоршаған ортаға эмиссияларға экологиялық рұқсат алу бойынша жобалық құжаттамаға қатысты ашық жиналыс түріндегі қоғамдық тыңдаулар өтті деп есептеймін. Қоғамдық тыңдаулар нәтижелері бойынша хаттама жасалып, бұл қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі жөніндегі ұлттық деректер базасының платформасына орналастыратын болады. Рахмет сіздерге.